Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге есет монтаж. Достар, бүгінгі видеоның тақырыбы тауарлардың топтамалары. Оларға фитингтер, құбырлар, тірек және реттеуіш арматуралар кіреді. Суық және ыстық судың таралуын, жылу жүйесін қосу немесе реттеуін айтатын боламыз. Құбырларды орнату, құрылыс немесе жөндеу барысындағы өте маңызды жауапты кезең болып табылады. Орнату және пайдалану кезінде қолданылатын материалдардың сапасы мен түрлері үлкен маңызға ие. Осы сабақта біз әр элементтің сипаттары мен мақсаттарын айтатын боламыз. Ең алдымен осы жақсы сападағы сатушылардан 10 түрін білейік. Осы тауар тобын зерттеу барысында біз келесі бөлімдерге назар аударамыз. Олар құбырлардың түрлері және олардың қолдану саласы, олардың мақсаты, құбыр арматураларының түрлері, қосылу әдістері, өндірушінің кепілдігі, құбырларын өндіру арналған ең танымал материалдар, олар металл, полимер, металл, пластик, чугун, сталь, нержавейка, медь. Барлық металл құбырлары жалпы сипаттамалары, олар беріктілік, оттегін өткізбеу, жоғары температураға төзімдік. Әр металлға тоқталып кететін болсақ, чугун құбырлары звукоизоляциясы жақсырақ болғанмен, агрессивті ортада пайдалану мүмкіндігі сияқты жақсы қасиеттерге ие. Бұл материалдың кемшілігі де бар. Олар иіле алмайды, салмағы көп, сол себепті монтаж қиындау. Жүйелердің беті кедір-бүдір болғандықтан бұл тақ басады. Сол үшін чугунды канализацияда қолданылады. Келесі сталь. Сталь құбырлары артықшылықтары, басқа металлға артықшылықтары болғанымен, оның да кемшіліктері бар. Ол коррозияға ұшырайды. Бұл процестің алдын алу үшін неше түрлі қорғаныс заттармен пайдалану керек болады. Сталь құбырлары салқын суға, ыстық суға да қолданыла береді. Нержавейкадан жасалған құбырлар коррозияға мүлдем ұшырамайды, және де арнайы қосымша заттар керек емес. Мұндай құбырлар салқын сумен жабдықтандыру, ыстық сумен және де жылу жүйесіне арналады. Келесі мұз құбырлары. Мұз құбырлары бөлшектеп және бұқтылап сатыла береді. Мұз құбырлары коррозияға төзімді. Алайда мұз құбырларын басқа металдардан жасалған элементтермен жұптанса, онда ол химиялық реакция береді. Ал ол химиялық реакцияны бермеу үшін өзінің арнайы переходник адаптерлары болады. Мұз құбырлары суық сумен жабдықтандыру, ыстық сумен жабдықтандыру және де жылу жүйесіне арналады. Полимерлі құбырлар немесе пластик трубалар. Бұл жеңіл салмақты, орнатуға, тасымалдауға ыңғайлы, коррозияға төзімді. Материал электр тоғын өткізбейді. Іші тегіс, суық және ыссы суды жабдықтандыруға өте ыңғайлы. Келесі полиэтилен, жоғарғы қысымды полиэтилен немесе төменгі қысымды полиэтилен, ПНД. Және монтаж кезінде бір жерден құбыр майысып қалса, фенмен қыздырып өз орнына келтіруге болады. Жай ғана ол өзінің характеристиканы жоғалтпайды. Және олар буқтылармен сатылады, кусоктармен сатылады. Келесі металл пластик трубалар. Ең басты жайт, монтаж жасаған кезде мұқият жасау керек. Әр бұрыштардың өзінің бұратын пружинасы бар. Өйткені ол бір жерінен майысып кетсе, ішкі стенкісінде дефект болса, керекті уақытын жұмыс атқармайды ол. Мысалы, керекті уақыты 10 жыл ма, ол 10 жыл атқармайды. Онымен салқын суды, ыссы суды бәрін өткіземіз. Ең минустары ол салқын температураға бейімдемейді. Сыртқы нелері краскалары түсе бастайды. Енді келесі өтетін жайт, ол трубалардың геометриясын өзгертетін заттар. Мысалы, фитингтер дейді ол. Құбырлардың геометриясын өзгерту және құбырларды бір жүйеге қосу үшін өздерінің қысатын пресс фитингтер болады. Мысалға, полипропилен немесе металл пластик, нержавеющая труба, полиэтилен. Достар, видеоны лайк басып,
қолдап кетіңіз.